Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлғайша жақсылық. Бүгін қасиетті жұма күніне орай мен сіздермен тез әрі жылдам дайындалатын жеті шелпектің рецептісімен бөліскім келеді. Барлықтарыңыздың тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бізге қажетті ингредиенттер ұн, тұз, су және сұйық май. Барлық ингредиенттердің мөлшері видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Жеті шелпекті дайындау үшін ең алдымен ыдысқа жылы су құямыз. Мен су мен тұзды бірден араластырып құйдым. Келесі сұйық майды құйып, барлығын жақсылап қасықпен немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді осы сұйықтықтың үстіне ұнды аз-аздан арнайы ситадан өткізіп салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Ыдыстың іші таза болуы үшін шетіндегі барлық ұнды осылай қолмен жинап алып, әрі қарай қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға қатты жабыспайтын, осындай жұмсақ әрі біркелкі болуы керек. Егер қолыңызға жабысып тұрса, үстінен сәл ғана мен сияқты ұн сеуіп, илеп жіберсеңіз болады. Толық иі қанғанша иленген ұнды бетінен целлофанмен немесе тәрелкемен жауып, 10-15 минутқа қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды осылай тағы да ұзынша етіп жақсылап илеп, оны пышақпен бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті жеке-жеке алып, осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіреміз. Дайындайтынымыз жеті шелпек болғандықтан, дәл осындай жеті бөлік сіздерде шығуы керек. Енді қамырымызды дөңгелек әрі тегіс жұп-жұқа етіп жаюға кірісеміз. Қамырымызды жайып болдық достар. Енді табаға майды құйып, қыздырып, шелпектерімізді пісіруге кірісеміз. Мен қамырдың барлығын тәрелкенің шағын көлемінде дөңгелек етіп кесіп алдым, ал сіздер олай жасамай, өз формасымен пісіре берсеңіздер де болады. Қатты қызып тұрған майға шелпекті салған соң, оны көп ұстамаймыз. Жұқа жазылғандықтан келесі бетіне бірден аударып пісіре береміз. 1-3-4 секундтың көлемінде екі жақ бетін кезек-кезегімен аударып пісіріп аламыз. Міне достар, шелпектеріміз дайын болды. Дәл осы қасиетті жұма күні майдың иісін шығарып, жеті шелпекті отбасылық дастарханға ұсыну әр үйдің дәстүріне айналу керек деп ойлаймын. Сондықтан осы рецепті сақтап алыңыздар, қажеттеріңізге жарасын. Және де менің YouTube каналыма жазылып, жаңа рецепт күтіңіздер.